Қызғаныш. Бірінші бөлім. Авторы Фариза Амангелдіқызы. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Қызғаныш. Ертең менің ақ некелі жарым боласың, деген Сұлтан Дарияның қолын қысып сүйді. Я, Алла қаласа, деп күлімсіреді қыз. Менімен бақытты болып өмір сүруге дайынсың ба? Дайынмын. Екі жас бір-бірін қимай ұзақ тұрды. Ертең ұзату тойы. Одан кейін беташар. Неке тойы. Тағысын тағы. Қоштасып үйіне кірген Дарияның алдынан анасы шықты. Қызым, бермен келші. Біраз отырып әңгіме қылайық. О не, мам? Не болды? Шаршадыңыз ба? Неге шаршаймын, қызым? Жалғыз мен емес. Той деген көпшілікпен өтеді ғой. Ертеңгі тойға бәрі дайын, Құдай қаласа. Абыроймен өткізіп алсақ болды. Менің айтпағым басқа. Айта беріңіз, мам, тыныштық па? Деп Дария іркіліп қалды. Анасының жүзінен жабырқау күйді көрді. Қызым, шынымен тұрмыс құруға дайынсың ба? Күйеу баланы өзің таңдадың. Өміріңнің соңына дейін бірге болуға көзің жетеді ме? Білесің, осы уақытқа дейін қаншама кісі құда болуға ниеттеніп келді. Бірақ ұнатқаным бар деп бәрінің бетін қайтардың. Ертеңгі күні жаңылдым деп жылап қалмайсың ба? Жоқ, мама, менің көзім анық жетеді. Тек Сұлтанмен ғана бақытты бола аламын. Анасы қандай кісі екен? Бір рет отырып сөйлесіпсіңдер ғой. Неге үндемейсің? Жақсы кісі, мейірімді, ақ көңіл, күлімдеп тұрған кісі екен. Деп Дария өтірік сөйлегенін жасырғысы келіп, орнынан тұрып терезеге қарады. Тап бір артынан анасы келіп, шыныңды айт, деп тергейтіндей ернін тістелеп, не айтсам екен деп ойланып тұр. Анасы бірдеңені сезгендей, үнсіз қызының басынан сипады да: мейлі қызым, барған жеріңде бағың ашылсын. Кенжетайымыз болған соң, әкең де мен де өзіңді ерекше көреміз, білесің, деп орнынан тұрып өз жөніне кетті. Ананың жүрегі қашанда баласы деп соғады емес пе? Бәрібір жүрек түбінде бір күдік қалғандай. Ал Дария өтірікті айтарын айтып алып, енді ойланып отыр. Өткен жолы Сұлтан анасымен таныстырған. Жалғыз қарындасы да келді. Кафеде отырып төртеуі тамақтанды. Сұлтан сыртқа кеткенде анасы Дарияны тергеп үлгерген болатын. Әр сұрағына байыппен жауап берсе де, Алим апа мұрнын шүйіріп болашақ келінін менсінбей: Құдай-ау, осындай қарағыз өзіміздің ауылда да топырлап жүр ғой. Білмеймін, саған жармасты да қалды ғой балам байғұс. Шайын сораптап мысқылдап қойып, қызымен емен жарқын сөйлесіп отыр. Дария көзіне іркіліп келіп қалған жасты білдірмей сүртті де, тамағына тығылған аш жөксікті жасырғысы келіп, сусыннан тоқтамай ұрттай берді. Аздан соң Сұлтан келіп, барлығы орындарынан тұрды. Мам, сіздер бара беріңіздер, такси шақырып қойдым. Мен Дарияны үйіне апарып салайын. Немене, өзі бара алмай ма? Көшеде не көп, такси көп. Мінсін де кетсін, деді Алима апа. Төй, мам, ят емес пе қыздан? Екеуміз кете берейік те, деді қызы жадыра. Бізді апарып сал бірінші, сосын барасың қалаған жағыңа. Ойпырмай, алмай жатып көтіне кіріп бөліп өшіп барасың. Дария, қазір такси шақырайын, деді ыңғайсызданып қалған Сұлтан. Қажет жоқ, өзім бара берем ғой, деп Дария тез-тез басып жүріп кетті. Үшеуі көлікке отырып үйлеріне қайтты. Осы күнді есіне алып, Дария терезенің жақтауын сүйеніп ұзақ тұрды. Шынымен де, ертең келін болып барғанымда қалай қарсы алар екен? Неге мені жақтырмады екен? Артық қылығым жоқ, оқуымды аяқтадым. Мүмкін, келін болып барған соң жағдайын жасап отырсам ұнатып кетер. Қарындасы мен Сұлтан жақсы көреді ғой бастысы. Осылайша көңілін алдаусыратып Дариға сыртқа шықты. Түнгі таза ауаны қармап жұтты да кереуетке жайғасты. Шаршағаны енді шығып жатыр. Бір жетіден бері тойдың қамы,
артынан апаратын жүгі мен киім-кешегін алам деп базарлатудан шаршаған. Оның үстіне ұзату тойдың көйлегі мен неке тойдың көйлегін іздеп ұзақ жүрген. Көзі ілініп барады. Ұзату тойы дүркіреп өтті. Кенже қызының тойы болғандықтан ештеңені аямады. Артынан апаратын жүгі мен тірлігінде елде жоқ қылып дайындады. Бірақ бәрібір Алима апаға ұнамады. Келінді үйіне алып келді. Беташар тойы мен үлкен неке тойында жақсы өткізді. Бай-байға, сай-сайға құяды деген рас екен-ау. Бір-бірінен қалыспайын дегендей, екі жақта киттердің тазасын берді. Алтынның қомақтысынан сыйлады. Дүркіреген тойлар ел аузында қалды. Тойдың болғаннан боладысы қызық деп, тойдың өткеніне бір жеті өтті. Алғашқы күннен бастап Дария үйге сіңісіп кетейін деп, жатпай тұрмай үй тірлігін істеп жүр. Арасында тәтті пісіріп те көңілдерін аулайды. Қайынсіңлісі екеуі сырласып, күліп ойнап жүреді. Бұл үйде шекесі жазылмайтын тек енесі Алима апа ғана. Әрбір істен мін іздеп сөйлеп қалады. Ондайды көңіліне алмайын деген Дария, кешіріңіз, деп басынан жасайды. Ойпырмай, деп енесі ештеңе айта алмай үнсіз қалады. Сын мен мінге мән бермей күндер өтіп жатты. Алғашында бәрі жақсы еді. Дария мен Сұлтан жас жұбайлар болып, қонақтыққа да қол ұстасып барып жүрді. Жұрттар қызыға қарап тамсанатын. Әсіресе көрші әжей. Анда-санда көршісінің үйіне келіннің шайын ішейін деп келіп тұратын. Сол кісі келсе неге екені белгісіз, Алима апа кірпіде жиырылады да қалады. Есесіне Дария ол кісіні құрақ ұша қарсы алады. Шай қойып, қолына су құйып, асты-үстіне түсіп бәйек болады. Енесі сонысын жақтырмайды. Айдаладағы біреуге құрақ ұшып қызмет қылғаны ма, әлде олар келінін мақтап қояды деп қыл айналмайтын іші тарылады ма, әйтеуір қызғаныштың қызыл иті ішін тырнап, қабағы қатайып тырысып қалады. Жалпы бұл кісі ғана емес, үйге келген барлық қонақты Дария осылай қарсы алады. Сол үшін де шығар, бүкіл ауылдың іші жылып, Алима кемпірге жақсы келін бұйырды, бізге де нәсіп етсін, деп үміттеніп қояды. Бүгінде таяғына сүйеніп, көрші әжей көкірегі сыр-сыр етіп үйдің текпешегінен жоғары көтеріліп келеді екен. Есіктің алдын сыпыруға шыққан Дария, әжейді көріп дереу сәлемін салып, қолтығынан демеп үйге кіргізді. Өркенің өссін шырағым, бақытты бол айналайын, деп кемпір риза болып қалады. Енің үйде ме? Базарлатып кетіп еді әже, үйге кіріп отыра беріңіз, қазір келіп қалады. Кеткеніне көп болды. Мен шай қойып, деп айтып ауыз жимай, есік алдына Сұлтанның көлігі келіп тоқтады. Әне келді, деп жас келін дереу барып, базарлық пен азық түліктерді енесінің қолынан алды. Үйге көрші әжей келіп еді. Ой, сорлы кемпір, біздің үйден басқа барар жері жоқ осының ақ. Әй келін, тыңда, мына тәттілердің бәрін апарма, тоңазытқышқа сал, шай берсең болды. Асқазаны шұрылдап келді дейсің бе? Өсегіздеп келді де? Деп енесі көлік алдында тұрып, біраз әңгіменің басын қайырып тастады. Енесінің мінезін 2 айда жатқа біліп алған Дария үнсіз асханаға кетті. Қанша қорыққанымен келген әжейді сыйлап, базарлықтан аздап ыдыстарға салып әкелді. Батасын беріп, әжей ыстық шайден ұрттап, терлеп тепшіп отыр. Анда-санда қол орамалымен шекеден шығып жүзін жуған терді сүртіп қояды. Оны жақтырмай отырған Алима апа келінінің қолындағы тәттілерді көріп, алара бір қарады да, амалсыз дастарханға орын дайындады. Тәтті шайдың буымен 1-2 сағат отырған кемпір, оны-мұны сөз етіп, аяғында Алима орнынан тұрып кеткен соң, үйіне қайтуға жиналды. Тамақтайын боп қалды ғой, деп Алима өтірік болса да айтып қойды. Рахмет Алимаш, үйге барайын. Ана балдарға малға қараңдар деп едім, ұмытып кетпеді ме байқайын. Келінде жұмыстан келетін уақыт боп қалды, деді даусы қырылдап, көкірегі сыр-сыр етіп. Жақсы онда апа, келіп тұрыңыз, деді мұрнын тыжырайтып. Келем ғой, иә. Осын айтып, үйдің текпешегінен түсіп, тағы да артына бұрылып, 2 бүйірін таянып тұрған Алимаға,
әй Әлимаш, келінің нағыз келін, көз тимесін, алды-артын ойлайтын әйел, құдағиың жақсы боп тұр ғой, деп бас бармағын көрсетті. Иә, деп Алима жақтырмағанын даусымен білдірді де үйіне кіріп кетті. Жалғасы бар.